Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгін сіздерді кері байланыс жасауға арналған топ 3 платформамен таныстыратын боламын. Егерде видео қызық болса, соңына дейін көріңіз, каналыма келіп колокольчикті баса отырыңыз. Алғашқы платформа Genially деп аталады. Бұл платформа арқылы түрлі презентациялар, инфографикалар және де интерактивті суреттер құрастыруға болады. Және де ең керегі кері байланыс жасауға арналған геймификация жасауға болады. Яғни бұл дегеніміз сіздің тапсырмаңызды ойын ретінде оқушыларға ұсыну. Сіздерге мысал ретінде бір-екі түрін көрсете кетейін. Мысалға, жаңа жылдық геймификация. Яғни мына жерде жаңа жылдық анимация, жаңа жылдық әдемі фон, әдемі музыка болады. Ал мына тақтада сіздің тапсырмаңыз жүріп отырады. Яғни түрлі сұрақтарды қоясыз, оқушы жауап беру керек. Келесі сұрақты басқан кезде келесі анимациялар шығып отырады. Мінекей осындай геймификация жасауға болады. Немесе дартс викторина ойыны бар. Мысалға стартты басқан кезде мұнда сұрақтарыңыз шығады, оқушы дұрыс жауап берген кезде нысанаға жебеміз дәл тиеді. Қол шапалақ болады, әдемі дауыс болады звукпен. Одан кейін келесі сұрақ шыққан кезде егер оқушы қате жауап берсе, онда нысанаға жебеміз дәл тимейді, шетіне қарай шығып кетеді. Оған да сай өзінің музыкасы болады. Сіз ешқандай да бұны настроить етпейсіз, жай ғана сұрақтарыңызды осы жерге жауаптармен бірге жазып кетсеңіз болғаны, ешқандай да қиындығы жоқ. Енді топ 2 платформаны көрсете кетейін. Бұл платформаның атауы Flippity деп аталады. Бұл платформа арқылы сіз оқушыны жеке-жеке таңдай аласыз және де түрлі топтарға бөле аласыз. Және де ең керегі кері байланыс жасауға арналған түрлі ойындар бар. Яғни интерактивті виртуалды ойындар, викториналар құрастыруға болады, тест жасауға болады, сәйкестендіру ойынын құрастыруға болады. Яғни ойынның түрі өте көп, сөз табу ойыны. Жалпы бұл сайтқа кіріп көру керек, ойынның түрлері өте көп. Сіздерге қазір мысал ретінде 2 түрлі ойын көрсете кетейін. Бірінші мысал ақ қала ойыны. Мұнда сіз өзіңіздің тақырыпқа сай сөздерді жасырып қоясыз. Оқушы осы сөздің әріптерін ақырында біртіндеп жазып отырып табу керек болады. Әр басылған қате әріп үшін мұнда тұрған ақ қала ақырындап ере беретін болады. Ал сөзді сіз толықтай дұрыстап табатын болса, яғни оқушылар тапса, онда ақ қала өзінің қайтадан қалпына келетін болады. Ал енді келесі ойын түрі, мұнда көптеген құлыптар тұрады. Мысалы 7-ші құлыпты ашып, осында жасырылған сұрақтың жауабын жазамын. Қате болса мына құлып ашылмайды. Дұрыс болса мінекей жасыл түске айналып, құлыптар ашылатын болады. Егерде бұл сұраққа жауап бере алмай жатса, келесі құлыпты ашып қарай берсе болады. Осы секілді және де осыған ұқсас түрлі ойындарды ойнатқыңыз келсе, осы платформаны пайдалануға болады. Ал енді 3-ші платформа ол бізде WordWall деп аталады. Бұл платформа арқылы көптеген тапсырма орындауға болады. Тест құрастыруға болады, случайный колесо бар, кроссворд құрастыруға болады. Бір сөзбен екінші сөзді бір-біріне сәйкестендіруге болады. Өзінің жұбын табу ойынын жасауға болады. Сіздерге қазір мысал ретінде көрсете кетейін. Мұнда тест құрастыру, мінекей сұрақ бар, жауабы тұр, дұрыс болса дұрысын, бұрыс болса бұрысын барлығын көрсетіп отырады. Ал келесі ойын түрі сәйкестендіру. Мұнда сөздер шығады, астында жауабы тұрады. 2 сөз бір-біріне қайсы сәйкес келеді, соны белгілеу керек. Қате болса қате, дұрыс болса дұрыс, барлығын көрсетеді және ойын соңында оқушы өзінің аты жөнін жаза алады және ол қанша балл алғанын көре алады және сіз ұстаз ретінде қай оқушы қалай жауап берді, қанша балл алды, соны осы сайт арқылы көріп біле алатын боласыз. Әр жасалған жұмыстың сілтемесін сақтап, оқушыларға жіберіп, әр бала өзінің компьютерінің алдында ойнаса да болады, немесе жалпы интерактивті тақтада көрсетуге болады. Ал енді случайный колесо деген ойын бар. Мұнда оқушылардың аты жазылады, колесоны айналдырғаннан кейін кез келген оқушыны таңдайды, ал сол оқушы сіз қойған тапсырманы орындауға жет болады. Яғни бұл да кері байланыс жасауға өте керемет құрал.
Сол себепте де осы мен айтқан топ 3 платформаны пайдалануға кеңес беремін. Себебі сіз өз әріптестеріңіздің қасында цифрлық сауатыңыздың артқанын көрсете аласыз және де оқушылардың сіздің сабағыңызға белсене әрі қызыға қатысуына өз үлесіңізді қосатын боласыз. Егер де сіздерге осы көрсеткен топ 3 платформа ұнаған болса, онда видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және де әріптестеріңізбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал егер де осы платформалармен анық әрі толықтай танысқыларыңыз келсе, онда описаниеде жазылып тұрған сілтемелерге өтіп, сол видеоларды көрсеңіздер болады.